Ғалымдарымыздың бір айтады: "Иза такаллама насу анка бису, қул кама қала Хасан аль-Басри." Егер адамдар сен жайыңда жаман сөздер айтып жатса, онда сен Хасан аль-Басри рахимахулла сияқты айт дейді. Имам Хасан аль-Басри рахимахулла не дейді? "Мархабан би хасанатин лам а'малха, ва лам атха фиха, ва лам ядхул фиха уджуб ва ла рия." Қош келдің, менің жұмыс жасамай, амал жасамай, шаршап шалдықпай, және ғажаптанусыз, риясыз тапқан сауаптарым қош келдің деп айт дейді. Бұның мағынасы, яғни кім бір мұсылманның немесе өзінің бауырының сыртынан өсек тасып, ғайбат айтып, ол кісінің артынан жаман сөздер айтып, немесе сол кісіге жала жабатын болса, қияметте өзі тапқан сауаптардың бәрін сол адамға беретін болатын екен. Яғни ол кісі ешқандай қиналмастан, шаршап шалдықпастан сауаптарды тегін бізден алып қоятын екен. Сондықтан біз өте сақ болуымыз керек. Бір мұсылманның сыртынан өсек айтып қалудан, ғайбат айтып қалудан. Өйткені біз ол адамды дұрыс сипаттап жатырмыз ба? Дұрыс айтып жатырмыз ба? Мүмкін оның ақсына кіріп кетіп жатқан шығармыз. Кей кезде біз естіп қаламыз кейбір адамдардан, біздің артымыздан мынандай деген кісілер, мынандай деген әңгіме айтып жатыр екен. Сонда әлгі сөздерді естіген кезде Субханаллахил азим, сонда мына тірліктердің бәрін мен жасадым ба? Мына адам менмін ба деп ойланып қаласың. Демек бұл жерде не бар? Сенің артынан арттырып әңгіме айту бар. Яғни сен қанша адамдарға жақсы болып көрінбе, жақсы болуға тырыспа, сені көре алмайтындар бар. Сенің артынан ғайбат таситындар бар. Бірақ ол адамдар білсе ғой, ертең қияметте өзінің жинаған сауаптарын сол адамға беретіндігін. Әттеген-ай. Алайда ғалымдарымыз керемет бізді жұбатады. Не дейді? "Махма кунта масалиян сатаджиду ман яхракук." Сен қаншалықты жақсы адам болма, өнегелі адам болма, сен өзіңді жек көретін адамдарды табасың дейді. Сені жек көретін адамдарды табасың. Хаттал малаика такрахуха шаятин дейді. Тіптен періштелерді де шайтандар жек көреді дейді. Яғни сені де періштелерді шайтандар жек көрген секілді, сені де жек көретін адамдар табылады дейді. Сені жек көргендігі соншалықты, сенің сыртыңнан өсек ғайбат тасып, ғайбат айтып, сені жамандап, сендегі жоқ сипаттарды Алла сақтасын адамдарға жаяды. Адамдардың арасында не? Іріткі тастап, сені құрт жіберуге тырысады. Әттеген-ай, өлімнің соншалықты жақын екен ондай адамдар ұмытып кетті ме деймін да. Ғалымдарымыз тағы да айтады: "Саласун ла будда ан тастақирра фи зихник." Үш нәрсені көңіліңе жақсылап орнықтырып ал, оны ешқашан ұмытпа дейді. "Ла наджата минал маут." Өлімнен ешқашан қашып құтылу жоқ дейді. Өлімнен құтылмайсың. Аллах Таала Құранда не қылды? "Астаиду билла иза жаа ажалухум фала ястахируна саата ва ла ястaqdimun." Егер пенденің ажалы келетін болса, бір сағат кешікпейді де, бір сағат ертеде келмейді. Аллах Таала бекіткен уақытта, Аллах Таала бұйырған уақытта келеді. Ешкім ажалынан қашып құтылған емес, құтыла алмайды да. "Вала рахата фи дуnya." Екіншісі, бұл дүниеде рахат жоқ. Бұл дүниенің рахаты, ләззат уақытша. Өтеді кетеді. "Вала саламата мин каламин нас." Адамдардың өсектерінен, ғайбаттарынан аман қалу жоқ дейді. Осы үш нәрсені жақсылап көңіліңде сақта деп ғалымдарымыз бізге бұйырып жатыр. Демек, адамдар міндетті түрде сен қанша адамдарға жақсы болуға тырыспағын, жақсы амалдар жасауға тырыспағын, сені жек көретіндер, сені жамандайтындар, сенің сыртынан ғайбат айтатындар міндетті түрде табылады. Ондай болмаса да болмайды. Имам Шарауи рахимахулла айтады: "Фа ин лам такун лака хасид, фа анта инсанан фашил." Егер сенің сыртыңнан хасад қылатындар, сені көре алмайтындар болмайтын болса, сені қызғанатындар болмайтын болса, онда сен ауру адамсың дейді. Сен ауру адамсың дейді. Яғни адамдар қашан сені қызғанады, қашан сені көре алмайды? Сен жақсы жұмыс жасап жатқан кезде, сен халыққа дұрыс қызмет жасап жатқан кезде адамдар сені көре алмайды. Сен біреуге
дінді жеткізейін десең, немесе сен біреуге ілімді жеткізейін десең, немесе сен біреуге жақсылық жасайын десең, сол жақсылықтарыңды, дінді жеткізгеніңді, адамдарға жақсылықты жеткізгеніңді, адамдарға жақсылықты үйреткеніңді қаламайтындар бар. Шайтан да солай. Шайтан да тіптен адамдарға жақсылық жасаған адамды жек көреді. Шайтан алейхилана адамдарға дінді жеткізгенді жек көреді. Шайтан алейхилана сен өз мұсылман бауырыңның сыртынан ғайбат айтып жатқан кезде ол сені жақсы көреді. Ол сені жақтап тұрады. Өйткені сен мұсылман бауырыңның сыртынан ғайбат айтып жатсың, өсек айтып жатсың. Құрметті бауырым, өте сақ бол. Аллаху субхана тағаланың құзырына барар уақыт таяп қалды. Бәрімізде инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Бәрімізде Алланың мүлкіміз. Алладан келдік және Аллах тағалаға ораламыз. Өсек ғайбатты естіп жатқан бауырларымыздың да құлақтарына алтын сырға болу керек. Өсек айтылып жатса, яғни сенің, менің мұсылман бауырымның сыртынан біреу бізге келіп ғайбат айтып жатса, бауырым, тоқта де. Анық қанығына жетпей тұрып, ол кісілердің артынан біз қалайша ғайбат тыңдаймыз, қалайша олардың артынан өсек тыңдаймыз. Сондықтан қандай да бір адам келіп бізге өсек ғайбат айтып жатса, өзіміздің мұсылман бауырымыздан артынан, онда бауырым тоқтаған дейік. Иншалла, соны тоқтататын болсақ, Аллах субхана тағала бізді ертең жәннаттық қылады. Иншалла, тозақтан сақтайды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтады: "Ман радда ан ирда ахих, раддаллаху ан вajhihi ан-нар яумал қияма." Имам Тирмизи рахимахулла хадисте жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып жатыр: кім мұсылман бауырының, өзінің бауырының ар-намысына келетін зиянды қайтарып қалатын болса, Аллаху субханаху ва тағала оның жүзінен тозақтың отын қиямет күні қайтаратын болады дейді. Яғни оның жүзін, ол адамды тозаққа харам қылады дейді. Былайша айтқанда. Бұл жерде ар-намысына келетін зиян дегеніміз, ол не? Ғайбат айтылып жатса, өсек айтылып жатса, мұсылман бауырымызға жала жауылып жатса, мұсылман бауырымызды жамандап жатса, оны біз қолмен болсын, тілмен болсын қайтаратын болсақ, қияметте Аллаху субхана тағала ол адамның жүзінен тозақ отын қайтаратын екен. Сондықтан, құрметті бауырлар, өте сақ болайық. Өте сақ болайық. Біздің ажалымыз таяп қалды. Асып кетсе 70 жыл өмір сүреміз бе, сүрмейміз бе, оны бір Алла біледі. Сондықтан, ол 70 жыл дегенде көзді ашып жұмғанша ертең өтеді кетеді. Бұл өмірде біз мәңгі қалмаймыз. Мәңгі еш нәрсе жоқ. Тіптен темірді де тот басып, ертең жоқ болып кетеді. Құрметті бауырлар, Алла баршамызды өзінің рахметіне бөлеген, баршамызды өзінің разылығына жеткізген құлдардың қатарынан қылсын.